қуанышымызға құтты болсын айтып, сауығымызға сауын айтып, табаны тиіп тамашамызды бөлісіп келіп отырған қадірлі қонақтарымыз, мәртебелі меймандарымыз, жекжат жақсыларымыз, бүгінгі 12 ата сіргелі, соның ішіндегі шалдар әулетіндегі Аликуловтар отбасындағы жанұясындағы қуанышты бөлісіп келген ең жақсыларымыз, алдымен түгендігімізді білдіріп, қуаныш құтты болсын деп, бір қол соғып құтты болсын айтып қояйықшы қадірлі ағайындар. Енді қазақ айтады, халқыңа қызмет қыл, қадірің соның ішінде дейді. Еліне елеулі еңбегін сіңірген қатарына қадірлі, жақынына жанашыр, араласқан жерден абырой, сыйласқан жерден сый көріп жүрген өздеріңіз жақсы білетін елдің тұтқасына айналған, тұлғасына айналған айтулы азамат біздің енді Талғат ағамыздың бүгін мерейлі 55-ке келген үлкен қуанышы қадірлі ағайындар. Осы Талғат ағамыздың Динара жеңгеміз ең жақындарымызды, ет жақындарымызды шақырып, даладай қылып дастархан жайып, осы көпшіліктің көл-көзі тілегін ыстық ықыласына ие болайық деген ниетпенен жайылып отырған дастархан. Сондықтан да қуаныш иелерінің қуанышы құтты болсын, болашағы мықты болсын, мерейлі жасы ағамызды құтты болсын деп бір қолдау білдіріп қойсаңыздар болады қадірлі ағайындар. Енді сөзден бұрын сәлем, істен бұрын ынтымақ дейді деген қазақта. Алла деп алдарыңызға келіп, алдымен сәлемімізді беріп, амандық саулықтарыңызды сұрасып жатырмыз. Сол енді кезге келгенде сөзден іске көшкенімізде дұрыс шығар. Көп тұрған адамның сүйкімі кетеді деген, сіздердің алдарыңызда көп тұрмай бүгінгі қуаныш иелерін, тамашаның себепкерлерін ортамызға шақырсақ деп жатырмыз. Қазақта айтады, махаббат қайда деме жүрегіңде, шапағат қайда деме тілегіңде, берекем қайда деме көп қасыңда, мерекем қайда деме отбасында деген. Сондықтан да бүгінгі мерейтой иелерін, яғни Талғат ағамызды, Динара ханымды сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен қуаныш иелерін ортамызға қарсы алып қояйықшы. Туған